Бәріне сәлем. Біз бүгін қазақ летсплейчиктерінің қанша ақша табатынын көретін боламыз. Менің каналыма жаздыңыздар және ВКонтакте желісінде әрбір запистеріме лайк қойып қойыңыздар және достық жіберіңіздер. Мен қазір Каку ТВ-дің арнасына кіріп қанша табатынын қарайын. Каку ТВ соңғы 90 күнде Каку ТВ соңғы 90 күнде 1 миллион 653 мың ақша тапқан. Я, керемет, көп ақша. Сондай бұл нені сайтта қаралаңыздар. Және Eminem ақша тапты екен. Eminem өте мықты әнші, рэпер десек те болады. Атағы әйгілі рэпер. Сол қанша табады екен. Көріп қарайық. Eminem қанша табады екен. Eminem бәба. Мировой рейтинг бойынша 105-ші орында тұр. Бұл андай не? Партнері бар ма бұның? Vevo партнері. Бұл өте көп тапқысы келмей ме әлде таппаймын. Соңғы 30 күнде 366 мың дейді. Көп қарайық 366 мың. Мынандай олғанда оның қаншаны 366 мың. Сонда бұл 90 күнде, соңғы 90 күнде 126 миллион ақша тапқан. Не деген ақша? Негізі шынымен бар ғой, әншілерді кәдімгідей көп табады бұл. 1 миллиард доллар. Соны көріп қарайық. Неше? 300 мың. 1 миллиард. Сонда 4 миллиард теңге. Жоқ, тағы нөлі бола ма? Жоқ, я. Сонда 447 миллион. Не деген ақша? Сондай ақша Eminem табады. Және Eminem табады. Және 91 official дейді, бұл 91 тобы. Тіркіде сылғам. Мировой рейтинг бойынша 17.008 орында теңге. Бірақ бұл не? Ақша таппайды. Мүлдем ақша таппайды екен. 4 миллион жазылушы. Жетуде арман ғой бар. Бұған 47 мың 44 просмотр. Бұда қазір 35.179. Бүгін көбейген шығар, бүгін көбейді ғой, е. Сонда қосылған. Кәдімгідей дұрыс, е. 90 тобы ақша таппайды. Қазақ летсплейчиктерін қарай қояйық жақсы. Мен сол үшін түсіріп жатырмын ғой. Қазақ летсплейчиктері. Рафик. Не айтқанда Маржан қанша табады екен? Көрейік Маржан. Мировой рейтинг болса 53 мыңыншы орында тұр. Я, ақша тапады екен Маржан. Не дейтін ақша тапады? Орканы қарайық па? Орка қанша табады екен? Оркада жақсы сатпайды. Табатын шығар. Соңғы 30 күннің заты. Соңғы 90 күнде ол қанша тапты екен? 34. Яғни қанда қанша екен? 11 мың теңге тауыпты. Өзінің каналынан 11 мың теңге. Аз емес, көп емес. Нурсик
Вообще что Майнзум, Майнзум, қанша табады екен көрейік. Майнзум қанша табады екен деп қарасам 212.000-шы орындарда, тіпті артта десек болса, бұл негізі табады бұл, иә, жақсы тауып тұр шынымен 169.000 доллар. Бұл Майнзум ақша табады. 58.000 теңге тауып тұр. Иә, 58.000 теңге табады. Немес баука қайда? Немес баука. Бауканың несі бар. Негізі баука деген бұл осы Майнзум блок түсіретін несі. Сол блокқа негізінде блокқа көпті ақша төлейді. YouTube блок түсірген адамдарға ақша төлеп қояды. Мероприятие болса 48.000 да? Я көрейді. Көп ақшаны көп шынымен да. Көрейік бір 100 миллион үсті шығарды. 124.000 теңге табады екен. Сонымен немес баука 124.000 теңге тапты. Осы соңғы 90 күнде сонда 3 ай бұрын. Я? 3 ай бұрын сондай ақша тауыпты. Лолошка қанша табады екен? Лолошка табады, иә? Лолошкалар көп ақша табады жатыр. Қанша табады екен Лолошка? Әлемдік рейтинг бойынша 2108 да. Лолошка, иә, Лолошка табады. Көп табады тіпті. 235.000. 235.000. Сонда 80 миллион теңге тауыпты. Сонда 90 күнде 80 миллион. 80 миллион. YouTube қалай ақша беретін көп дейсіз. Өте көп береді, кәдімгі танымал адамдар. Кім бар? Бавария, Мюнхен, Бавария. Соның негізгі несі, оның партнері бар ма жоқ па, білмеймін. Партнері сол. Т деген компаниялар болып жүр. Партнері Сибайя. Әлемдік деңгей бойынша 7304 орында тұр. Қанша табады екен сонда? 27.000. Бұл ложкадан бастамады екен. 9 миллион. Blackstar. Это Blackstar, я Blackstar. Қанша табады екен? Blackstar деген кәдімгі үлкен компания. Рэперлердің компаниясы деп аталады. Blackstar деген теміртетін видеосы компания. Соңғы 30 күннің нәтижесі сонда бұл. Тауып тұр, иә? 37 мың. 33 миллион теңге тауып отыр. Және осымен аяқтайтын сияқтымын. Келесі видеода тағы да шығарып қарайын. 20 лайктың мақсатым болса, келесі видеода тағы да шығарамын. Осыны есептеп сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар және ВКонтакте желіме достық жіберіңіздер. Сау болыңыздар.